Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер сіз бананды қатты жақсы көретін болсаңыз, онда бананнан кекс жасаңыздар. Қарасаңыздаршы, мына жерде сіздерге кексті бөліп көрсетемін. Біздің кексіміз жұмсақ, хош иісті және де тәтті болып шыққан. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып тұрып саламыз. Сосын 150 грамм шекерімізді қосамыз және де кішкене тұзымызды қосып венчикпен араластырамыз. Жұмыртқамызға шекерімізді салып болған соң 1-2 минутта жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде біздің жұмыртқамыз кішкене көпіру қажет. Сосын 1 штук бананымызды саламыз да тағы да араластырамыз. Достар, осы кекстің толық құрамын мен видеоның астына қалдыратын боламын. Сол жерден көріңіздер. 1 штук бананымызды салып, араластырып болған соң, ендігі кезекте сүттің кезегі. Мен бұл жерде 100 грамм сүт қостым, және де сүтіміз бөлме температурасында болу қажет. Келесі кезекте ерітілген сары майымызды қосамыз. Бұл жерде 50 грамм сары май. Енді үйлеріңізде сары май жоқ болса, онда пісте май, немесе зәйтүн май бар болса, сол зәйтүн майды, пісте майды қоссаңыздар болады. Ал енді ұнның кезегі. Ұнды достар, бұл жерде міндетті түрде иректен өткізіңіздер. Және де мен осы кексқа барлығы 200 грамм ұн қостым. Осы кезде қопсытқыш қосуды ұмытып кетпеңіздер. Мен осындай 1 пакет қопсытқыш қостым. Ұнымызды және де қопсытқышымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде бұл жерде қоймалжың, жартылай сұйық, жартылай қою қамыр шығу қажет. Мінекей, мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің кексіміздің қамыры дайын болды. Келесі кезекте бізге керегі осындай кекстің формасы. Енді осы кекстің формасына пергамент қағазын төсейміз. Үйлеріңізде пергамент қағазы жоқ болса, онда май жақсаңыздар болады. Мінекей, пергамент қағазын төсеп, осы біздің қамырымызды құйып шығамыз. Қамырымызды ыдысымызға құйып болған соң, сосын осы қамырды тегістеп шығамыз. Достар, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, мен осы бір тағы да бананның қабығын ашып, ортасынан теңдей бөлдім. Енді осы бананды біздің формамызға, яғни қамырымыздың үстіне осылай қойып шықтым. Сіздер бұл жерде бұлай жасамасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Енді осы біздің кексімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіреміз. Мінекей достар, біздің кексіміз пісіп шықты. Қарасаңыздаршы, кексіміз қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Осы кекстің иісі, яғни бананның иісі бүкіл кухняны алып жатыр. Сіздерге достар, осы кексімізді кесіп көрсетейін. Қараңыздар, біздің бұл жерде кексіміз жұмсақ болып шыққан, хош иісті және де дәмді, өте тәтті болып шықты. Осы кексті жасау өте оңай. Сіздердің көп уақыттарыңызды алмайды. Осы кексті міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды, достарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.